Сәлем оқушылар, қазір біз 10 сынып алгебра сабағын бастаймыз. Бүгін мен сабағымда сендерге функцияның нүктедегі шегі, функцияның үзіліссіздігі тақырыбына есептер шығаруды көрсетемін. Бүгін 12-де 5, 12-де 6 есептерді шығарамыз. Ал енді біз 12-де 5-ші есептен бастап шығарамыз. 12-де 5-ші есепте y тең f от x функциясын үзіліссіздікке зерттеңдер дейді. Бізде екі функция беріліпті. Қараймыз, бұл функцияларда бізден сұрап жатыр, үзілісті или үзіліссіз функция. Үзіліс нүктесі бар ма деп сұрап жатыр. Бізде бұл жерде берілген функциямызда x, мына x деген айнымалымыз мына бөлшектің бөлімінде тұр. Сол бөлшектің бөлімінде тұрма болып, бізде бөлшектің бөлімі бізде нөлге тең болмау керек. Себебі санды бізде нөлге бөлуге болмайды. Ол анықталмағандық. Яғни берілген функциямыз, сонда мына бөлшектің бөлімінен x-ті табамыз. Сол нүктеде функциямыз үзілісті функция. Яғни сол нүкте үзіліс нүктесі деп аталады. Мен қазір біреуін шығарып көрсетейін сендерге. Номер жазамыз. Міне номер 12-де 5-ші есептің асы, y тең, міне 5 бөлінген косинус x функциясы беріліпті. Міне. Бізде функцияны үзілістікке зерттеу үшін мына бөлшектің бөлімін тең емес нөлге деп аламыз. Яғни тең емес нөлге, бұл жерде бөлшектің бөлімі нөлге тең емес. Бізде мынандай, бұл енді бізде тригонометриялық теңдеу болды. Егер мына тең емес дегеннің орнына теңді қойсақ, теңдеу болады. Бізде косинус x тең a деген бұл тригонометриялық, қарапайым тригонометриялық теңдеу бар. Бұл жерде егер бізде a-ның орнында тең 1 немесе минус 1, сосын 0 болатын болса, ол дербес жағдайлар. Дербес жағдай бізде косинус x тең 0 деген теңдеудің шешімі. Бұл жерде x-ті табу үшін x-ымыз тең болады. X тең пи бөлінген 2 қосылған пи n, міне, n тиісті z. Дәл осы формулаға апарып қоямыз. Бірақ теңнің орнына тең емес қоямыз. Міне. X тең емес пи бөлінген 2 қосылған пи n, n тиісті z. Яғни берілген функциямыз, мына функция үзілісті функция. Яғни міне x мынандай пи бөлінген 2 плюс пи n болған жағдайда ол осы нүктеде үзіліп қалады. Сонда функциямыз жауабы жазамыз, функция үзілісті. Үзіліс нүктесі пи бөлінген 2 қосылған пи n, n тиісті z. Енді қарандар оқушылар, 12-де 6-ші есепте бізге айтады, y тең f от x функциясының x нөлевой нүктеге ұмтылғандағы шегін табыңдар дейді. Ол үшін мен осы есептердің 2-шеуін шығарып көрсетейін, қалғанын өздерің соған қарап шығарасыңдар. Асын көрсетейін. Асында номер жазамыз, міне, номер 12-де 6, асында бізде f от x функциясы берілген, 2x минус x квадрат бөлінген x минус 2, x 2-ге ұмтылғандағы шегін табыңдар дейді. Ол үшін бізде мына екі нүктесі мына берілген функцияның анықталу облысына жатпайды. Себебі бізде бөлшектің бөлімін біз тең емес нөлге деп аламыз. Бұдан x-ымыз тең емес 2-ге дейді. Сонда x 2-ге тең емес, берілген функциямызға x-ті қоятын болсақ, мына функция анықталмағандық болады. Сол үшін бізде екі нүктені берілген функцияға тікелей орнына қойып, шегін таба алмаймыз. Ол кезде анықталмағандық шығып қалады. Берілген функциямызға түрлендіру жасаймыз, міне. 2x минус x квадрат, x минус 2 функциясы тең дейміз. Мына екеуіне мен минус x-ті жақшан сыртына шығарып жіберем. Минус x шығарсам, мынада минус 2 қалады. Қосылған мынаның орнында есе плюс x қалады. Бөлінген x минус 2 өз тұра береді. Енді мынаның орнына ауыстырып жазамыз. Сонда минус x-тің өз тұрады. Мынаны x минус 2 деп орнына ауыстырып жазамыз. x минус 2-ның өзін жазамыз. Енді x минус 2 мен x минус 2 қысқаратта минус x қалады. Міне түрлендіру жасап алдық, Енді осыдағы x-тің орнына x тең 2 болғандағы шегін табамыз. Шегін табу үшін f от x-тің орнына 2-ні қоямыз.
Берілген мынаған қоймаймыз. Түрлендіру жасағаны қоямыз. f от 2 тең дейміз да. Минусты жазып қоямыз. Алдында тұрған минусты, x-ті жазбаймыз. X-тің орнына нені жазамыз? 2-ні жазамыз. Сонда f от x на левойымыз неге тең? 2-ге тең екен. Енді осы есептің g-сын көрсетейін. Бізде f от x функциясы берілген. Функция x 1-ге ұмтылғандағы шегін табыңдар дейді. Жазып көрейін. Міне бірінші орнына қояйын. Лимит x 1-ге ұмтылғандағы шегін табу керек. Берілген функциямыз x квадрат қосылған 2x минус 3 бөлінген x квадрат минус 5x қосылған 4 болды. Тең жазамыз. Бірді, мынадағы x-тардың орнына бірді қоямыз. 1-дің 2 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 1 азайту 3. Бөлшектің бөліміне 1-дің 2 дәрежесі минус 5 көбейтілген 1 қосылған 4. Тең. Енді 1-дің 2 дәрежесі бізде 1 болады. Қосылған 2 өстіра береді, минус 3 жазамыз. Мына жерде де 1 минус 5 қосылған 4 болады. Алымы, қарандар, 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-тен 3 тасақ 0 болады. 1 минус 5 бізде минус 4 болады, минус 4 плюс 4 бізде 0 болады. 0 бөлінген 0, бұл анықталмағандық. Онда біз осындай анықталмағандық шықса, мына берілген функциямызға түрлендіру жасаймыз. Былай тік жақша қалып қоямыз, тең дейміз. Тең. Ол үшін мына бет жазып алам мен. X квадрат өз тұра береді. Қосылған мынаны 3x минус x деп жазып аламыз. 2x орнына. Минус 3 өз тұрады. Мынаны да x квадрат өз тұрады. Мына минус 5x-ті минус 4x минус x қосылған 4 деп жазып алам. Тең. Тең. Лимитін жазып ұмыт кетіпсің. Лимит x ұмтылғанда 1-ге жазып жүреміз. Тең лимит жазып қоямыз. X ұмтылғанда 1-ге. Мұнан енді мына екеуінен ортақ көбейткіш x-ті жақшан сыртына шығарамыз. x жақшан сыртына шықса, x қосылған 3 қалады. Мына екеуінен мынадан x шығып кетті, орнына x қалды, мынада x шығып кетті, орнына 3 қалды. Мына екеуінен минус 1-ді шығар жереміз. Минус 1-ді, минусты шығарамыз да. Сонда бұдада x қосылған 3 қалады. Мына енді бөлшектің бөлімінен мына екеуінен x-ті шығарамыз. Сонда мынадан x шықты, x қалады, анадан есе 4 қалды орында. Мына екеуінен де минусты шығар жібереміз. Минусты шығарсақ, x минус 4 қалады. Тең. Енді бұл екеуінен ортақ көбейткіш x қосылған 3, соны жақшаның сыртына шығарамыз. X лимит жазып қоямын. X ұмтылғанда 1-ге. X қосылған 3 жақшаның сыртына шығып кетеді да, мынадан x қосылған 3 шықты, орында x қалды, минус мынаның орында 1 қалды. Мынаны да дәл сөйтеміз. X минус 4-ті жақшан сыртына шығарамыз да, мынадан x қалды, мынаның орнында минус 1 қалды. X минус 1 мен x минус 1 қысқарып кетеді да, енді қалғаны қалады. Лимит x 1-ге ұмтылғанда x қосылған 3, x минус 4. Тең. Енді x-тің орнына нені қоямыз? 1-ді қоямыз. 1 қосылған 3, 1 минус 4. Тең. Есептейміз. 1-ге 3-ті қоссақ бізде 4 болады. 1 минус 4-іміз минус 3 болады. Сонда бұл дегеніміз минус 3-тен 4 немесе минус 1,3-тен 1-ді береді екен. Болды. Мен көрсеткен есептерге қарап, қалғандарын өздерің шығарсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.